Сәлем достар, қазір сіздермен осындай испанский чизкейк дайындайтын боламыз. Жалпы бұл торттың дайындалуы өте қарапайым, жеңіл әрі тез. Сонымен кеттік. Ыдысымызға творожный сыр салып алдық. Енді осының үстіне қантымызды салып, енді миксердің ең аз жылдамдығында біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Қатты взбивать етпейміз, ең бастысы екі масса бірігу керек. Енді үстіне сливкимізді құйып, оны да біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Жан-жағын лопатканың көмегімен түсіріп аламыз. Енді жұмыртқаларымызды кезекпен кезек салып араластырамыз. Егер сізде планетарный миксер болса өте ыңғайлы, ал егер осындай қол миксері болса, онда осылай кезекпен кезек салып миксерімізді тоқтатып араластырып тұрамыз. Жұмыртқамызды біркелкі масса болғанша араластырып алдық. Миксеріміздің ең аз жылдамдығын ғана қолданамыз, қатты взбивать етпейміз. Енді ең соңғысы ол бізде кукурузный крахмал. Крахмалымызды салып, бұны да біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Жан-жағын шашырамау үшін бірінші осылай араластырып алып барып қосамыз. Шет-шетін түсіріп, тағы да бір рет араластырып жібереміз. Массамыз мінекей дайын болды. Біздің қасықпен де былай бір рет араластырып алғым келіп тұр, жай. Енді осы массамызды противеньге саламыз. Мынадай разъемная форма қолданасыздар. Мен алдын ала пергаментный бумаганы салып, шеттерін мынадай канцелярский қыстырғышпен қыстырып қойдым, жылжып кетпес үшін. Жалпы диаметрін 180 см мен 200 см аралығында қылып қойсаңыздар болады. Менде 190 см. Енді массамызды құйып аламыз. Массамызды құйып алдық, енді бетін тегістеп жібереміз. Және де біркелкі болу үшін столдың үстіне бірнеше рет ұрғылап аламыз. Бетін тағы да сәл қасықпен тегістеп алғым келіп тұр. Біздің массамыз дайын. Енді осыны алдын ала қызған пеште 220 градуста шамамен 35-45 минут арасында пісіріп аламыз. Чизкейкіміз міне уже дайын болды. Пісу барысында осылай екі есе көтеріледі. Беті көріп тұрғандарыңыздай осылай корочка болып тұрады, күйіңкіреп. Енді ала берсек болады. Мінекей біздің чизкейкіміз жаңағынан духовкадан шықты. Пісу барысында бұл екі есе көтеріледі. Қазір сәл суығаннан кейін бұл өзінің қалпына келеді, кішкене төмен түседі. Енді бөлме температурасында суығанша қалдырамыз. Суығаннан кейін 5-6 сағатқа салқын жерде қалдырамыз. Біздің чизкейкіміз қажетінше тұрды. Енді қазір ашамыз.
чизкейкіміз дайын. Үстіне шоколад, немесе вафельные крошки, немесе басқа да өзіңізге ұнайтын посыпкаларды сеуіп дастарханға ұсынсаңыз болады. Қазір үстіне шоколад құятын боламыз. Шоколадты алдын ала ерітіп аламыз бірінші. Мен андай кондитерский мешокқа салып, үстіне кипяток құйып ерітіп алдым. Немесе водяной баняда ерітсеңіз болады. 30-40 секунд тұру жеткілікті, тез ериді. Менде молочный шоколад, натуральный. Мінекей чизкейкіміз дайын. Егер де үйіңізде вафельный крошки болса, оны да үстіне сепсеңіз болады. Өте ерекше дәм береді. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өздеріңіз көргендей, жасалу жолы өте жеңіл, қарапайым, өте тез дайын болатын торттардың бірі.